Украин жер бетіндегі кәдімгі әскери соғыста, партизандық соғыста, шабуылдарға қайсарма шабуылда, соғыс ұйымдастыруда жеке бірліктер жаңағы, жеке адамдық юнайттан 3 адамдық, 5 адамдық, 7-10 адамдық соғыстарда Ресейдің үлкен танк дивизияларын құртып тастап отырды. Украинаның жеке адамдық соғыстары керемет болды. Қысқасы жер бетіндегі соғыста Украин Ресейді тас-талқан қылып жеңді. Бірақ әуе кеңістігінде қорғану жағынан Украин мол болды. Ресей жерінде отырып алады да кнопкасын басып, қалаған зымыранын атып отырды. Қалаған Украинаның қалалары тас-талқан болды. Тас-талқан болды. Енді Украин осы мәселеде Америкамен келісті. Америка бермей, сармайдай сақтап отырған патриотты енді бергелі тұр. Енді Ресей үшін алғанда оның атомнан басқа, яғни қазірге дейін Ресейдің тек қана ракета атады, немесе Иранның дрондарын жібереді. Осы жағынан ғана әуе кеңістігін ұстап отырған Ресейдің басымдылығы нөл болып, енді Ресейде ататын зымыранда қалмайды. Неге? Бір зымыран атады, тарс еткізіп, патриот үш жүйесі қағып тастайды. Екінші зымыран атады, қағып тастайды. Бір зымыраныңыз 60-70 миллионнан 100 миллион долларға дейін. Есептеңіз, одан да қымбат болды. Өлді деген 10 миллион. Кетті, есептей бер. Зымыран. Ал Ресейде ол зымырандарды ары қарай жасайтын ақша жоқ. Әр атылып, жаңағы әуе кеңістігінде тосып тасталған зымыранды орнын өндіріп отыратын Ресейде ондай индустрия қалыптасқан жоқ. Ресей қазірдің өзінде шықпа жаным шықпа деп отыр. Бір аяғы көрде, бір аяғы жерде отыр. Ресейде жалғыз бай адам бар, ол Путин. Бүкіл мынау Путин билікке келген кезден бастап Ресейдің мұнай газынан, ураннан, тіпті анау Сібірдің орманынан, анау тіпті қымбат бағалы аңдарынан, сирек қызыл кітап енген аңдарынан барыстап сатқан ақшаның бәрінен үлес алып отырды Путин. Путин тіпті қиырдағы Сахалинде бір жаман орыс жаңағы шашлық пісіретін ашса, соның үлесін Путин алып отыр. Путиннің бандиттік пирамидалық жүйесі содан қалыптасқан. Путиннің өзі анау ту бастап 90 жылдардағы МММ деген финансовый пирамидалық алаяқтық жүйе арқылы ең алғашқы саяси қаржысын тапқан адам. МММ деген Совет одағы құлап жатқан кезде ең алғаш адамдарды алдап, кәрі кемпір шалдың пенсиясын салып, осындай керемет деген алаяқтық финансовый пирамидалық жүйе болған. Енді осы арқылы байып, ең алғаш мына КГБ-нің генералын сатып ап, анаған бір квартира беріп, ана КГБшникті сатып ап, сөйтіп айналасын адам жинап, ең соңында Елитиннің 2 қызы мен 2 күйеу баласын бопсалап, Елитиннің сенімді адамдарын бопсалап, ең соңында Ресейдің билігін саяси төңкеріс жолымен тартып алған алаяқ КГБшник Путин, ол өзі Ресейдің бүкіл байлығын ұстап отыр. Қазірге дейінгі Украинадағы соғыста сол Путиннің байлығы ғана іске асып отырды. Кеше мысал қараңыздар, кеше аяқ астынан Путин өз болып бірінші рет соғыста Украин жерінде қиындыққа тап болған мойындады. Бірінші рет анау бір әскеридің шешесімен кездесіп, арнайы түрде қызмет группасын құруға тапсырма беретінін айтып, арнайы түрде Ресейдің әскери мекемелер ортасындағы үйлестіру қызметін атқаратын қызмет группасын құру туралы тапсырма береміз деді. Яғни әскерилер алдыңғы шепте киер киімнен тарығып отыр, ішер астан тарығып отыр. Енді осыны арнайы ұйымдастыратын қызмет группасы, яғни министрліктен әрбір мекемен төте басқаратын қызмет группасын тағайындаймыз деді. Демек, алдыңғы шептегі қиындықты Путин мойындады бірінші рет, ресми түрде мойындады. Кешегі ақпаратымызды айттық. Енді өстіп мойындап тұрған сәтінде бұл нәрсенің болуы, міне қазір бүгін қаңтардың 21-і, қазір міне бізде Нью-Йоркте дәл қазір декабрьдің желтоқсанның 21-і кешкі сағат 9:30, сіздерде 22-сі таңғы сағат 8:30 ғой деймін. Таңғы сағат 8:30. Енді қараңыздар. Бұл таңғажайып оқиға. Өте таңғажайып. Енді осы шамалы күннен кейін, 10 күннен кейін жаңа жыл. Жаңа жылдан кейін январдың бір қаншасыншы күндер білесіздер, 7-сі ма, тағы бір деңесі ма, мынау праслаптардың жаңа жылдары келеді. Орыстың.
православийлардың. Ол да енді осы жаңа жыл кезінде бұрынғы орыстар соғысты тоқтатып отырған. Мынау гректер соғысты. Себеп гректерде осы орыстармен діні бір. Енді ары қарай ойлайық. Демек, Путин соғысты тоқтатуы мүмкін. Енді оның зымыраны бекер. Зымыран. Ал енді осығанға дейін бір сұрақ туады. Табиғи түрде. Неге Украинаға соғыс бастала салған алғашқы сәтте осы патриот зымыраннан қорғану кешенін бермеді дейді. Енді оған жауапты біз айтпасақ та жұрт түсініп отыр. Осы соғыс басталған сәтте біз лекцияларымызды айттық. Американың мынау қалтылдақ шалы айтты. Егер Ресей Украинаға басып кірсе, біз бейтарап қаламыз деді. НАТОның әскеристерге жауаптысы айтты. Ресей Украинаға басып кірсе, біз бұл соғысқа қатыспаймыз деді. Бұл анау Путин деген шизофрен есерсоқтың кеудесін тасты. Ол осыған сенді. Мен енді Қырымды, ана Обаманың кезінде Қырымды жаулап алдым, орыс ештеңе деген жоқ. Бір-екі рет аху деп жаңағы баспасөзде Ресейге қарсы жаңағы бәлемді ма сен деп қойды. Сонымен шаруа бітті. Баяғыда бір аталарымыз, әжелеріміз біз тентектікстен, ай сені ма сен қолыма түссең деп қояды. Болды, бірақ қолыма түссең ештеңе істемейді, көтенің сипап отыра береді. Сол сияқты. Қырымды алған кезде Америка мен Еуропа Ресейге не деді? Ай бәлем сені ма деді. Болды, бітті, басқа ештеңе істеген жоқ. Грузияның бір бөлігін басып алғанда ештеңе істеген жоқ. Днепр мен Луганскіні басып алғанда ештеңе істеген жоқ. Енді қайтты, сөйтіп Украин соғысында мына шизофрен есерсоқ Путинді батпаққа батырды. Бұл сорлы Украиндегі құйға секіріп кірді, қырам, жоям деп секіріп кірді де батпаққа батты, енді өлген жоқ. Мақсаттары да сол болса керек. Бірақ өкініштісі Украинаның қалалары қирады, бәленбай миллион адам босып кетті, түгенбай 100 мың адам өлді екі жақтан енді. Оның есебін әлі есептеп жатыр. Бірақ қалай болмасын, әлемде нөмірі 2-ші империя деп аталатын, дүние жүзінде 2-ші үлкен әскери империя деп аталатын Ресейдің қысқасы шамасы белгілі болды. Бұғанға дейін Ресейден қорқатын елдердің өзі енді Ресейге ар ойнашы дейтін деңгейге жетті. Қысқасы Ресейді қаржылық тұрғыдан да, әскери тұрғыдан да мүлде тасталқан қылған соғыс болды. Мәлім тұрғыдан біз айтатын мына Алатулы елдегі қалтылдақ шал, біз айтатын мынау қалтылдақ шал, сол қалтылдап жүріп, ана шизофрен жындыны қысқасы тасталқан қылды. Бұл қалтылдақ шалың оңай шал емес, көрінеді соған қарағанда. Соғыс жақсы емес, бірақ Ресейдің быт-шыт болғаны жақсы. Соғыс жақсы емес әрине. Ресейдің тығырыққа тірелгені жақсы. Соғыс жақсы емес әрине. Ресей сияқты агрессивті, фашист